Энергетикалық сусындардың балалар денсаулығына зияны көп. Еліміздегі диетологтар осылай деп дабыл қағуда. Оның саудасын шектеу қажет дейді қоғам өкілдері. Өйткені соңғы жылдары балалар арасында қант диабеті мен асқазан шегі аурулары өршіп барады. Қазақстандықтар күніне 30 мың литр энергетикалық сусын ішеді. Оның 80% жасөспірімдерге тиесілі. Зиянды сусын небір тәтті тағам, фастфуд, мектеп жанындағы дүкен сөрелерінде самсап тұр. Оны кез келген оқушы кедергісіз сатып ала алады. Неше теңге? 400. Алға бар ма? Алтынай Қасымханова нутрициолог. Құрамда қант пен кофеин мөлшері жоғары өнім, әсіресе жас ағзаға қауіп дейді. Ол біріншіден нерв жүйесін қоздырып түрлі ауруларға алып келуі мүмкін. Және баланың құқығы нашарлап кетуі мүмкін. Және де жүрек қан тамыр аурулары пайда болады. Оның ішінде тек қана осы кофеин, қант болмай түрлі консерванттар, дәмдеуіштер болады. Бұл кішкентай баланың организміне өте зиянды әсерін тигізеді. Сондықтан ата-аналар балаларын қандай тағам жейді, қандай сусын ішеді, бұның барлығын өзінің қадағалауына алу керек. Қазақстанда 6 мен 9 жас аралығындағы балалардың 20,6%-ында артық салмақ бар. Соңғы 5 жылда 15 жасқа дейінгі балалардың қант диабетіне шалдығуы 45%-ға өскен. Бұл дерек 2020 жылы елімізде жүргізілген ұлттық зерттеудің нәтижесі дейді қоғамдық денсаулық сақтау орталығының өкілдері. Балдарымыздың денсаулығына, дұрыс тағам пайдалануына, дұрыс тамақтану әдетіне дұрыс мән беріп ата-аналарымыз жаңағы қалыптастырса дейміз. Енді өйткені әрбір бала өзінің ата-анасынан үлгі алады. Қазір бәрі тиын береді ол қалтасына. Қарны ашып қалмасын балам деп. Сол кезде оны орнына одан да үй тамағын беру, болмаса жеміс жидектерді, көкөністерді мысалға да пайдалы, ағзаға пайдалы тағамдарды берсе дейміз. Елімізде білім беру ұйымдарынан 100 метрге дейінгі аумақта ішімдік сатуға салынған тыйым 2015 жылы күшін жойған. Энергетик сусындардың саудасы да реттелмейді. Бүгін әлем елдері оның жас ағзаға зиянын ескеріп, шектеу енгізген дейді қоғам белсенділері. Во многих странах мира, в Америке. Әлем елдері мен Америкадағы сияқты біздің елде де энергетикалық сусындарды 21 жастан бастап сату дұрыс болар еді. Бұл жаста адам саналы түрде таңдау жасауға қауқарлы. Меніңше энергетикалық сусындар адамның ағзасына алкогольді сусындармен тең дәрежеде зиян тигізеді. Жария айтылмағанымен шын мәнінде солай. Қазақстанда дені сау ұлт жобасы аясында 2025 жылға дейін тәтті сусындарға акциз енгізу көзделген. Бұл үлкен жетістік болар еді дейді сала мамандары. Әзірше халқы дұрыс тамақтанбайтын 21 елдің ішінде 9-шы орында тұрмыз. Рухани Асқар, Ерзат Зайытхан, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24.